Саламатсыздар ма? Мен каналымның сүйікті көрермендері, шебер ханымдар, үйреніп жүрген ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен осындай әдемі диван жастық дейміз, шынтақ жастық, қонаққа беретін жастықтан тігілу әдісін үйрететін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әрине пікір қалдырыңыздар, тіркелмеген кісілер болса тіркеліп кетіңіздер. Бұл жастықтың ені 40-та 40 болады. Ол үшін біз матовый велюрден мата алдым мен. Бұның размері 42-де 42 қып аламын. Өйткені бұрыштары 1 сантиметрден тігіске кету керек. 42-де 42. Бұл жастықтың артқы жағы болады. Табандыққа, құрақтың табандығына бөз мата алдым. Ені 12 жарым қылдым. Ұзындығын 42 жарым қылып алдым. Ортасын бөлесіздер. 12 жарымның қақ ортасын бөліп аласыздар. Екі шетіне 2 лента, жасыл, ашық жасыл цвет, хаки цветті 2 лента аласыздар. Ені 3 сантиметр, ұзындығы 42 сантиметр. Және де бізге ақ лента керек. Бұның ені 3 сантиметр, ұзындығын келе береді. Жастықтың бойына кеткенше біз тіге береміз. Атлас аламыз. Ені 5 сантиметрде 5 болады. 5 сантиметрде 5 сантиметр квадрат аламыз. Бұның астары флизелинмен жапсырылады. Міндетті түрде атлас жұқа матаның барлығына флизелин жапсырасыздар. Енді тігу әдісін көрсетейін. 5-те 5 атласымызды ортасынан қайырамыз. Қақ ортасынан қайырамыз. Жаңа ортасынан сызған сызғыштың дәл ортасына келтіреміз бұрышын. Бұрышына келтіріп тігесіздер. Осындай тұру керек, әйтпесе құрақтарыңыз қисық шығады. Шетінен ұзынан бері қарта бір тігіп өтесіздер, қайырылған жерінен тігіп өтесіздер. Тіккен кезде абайлайсыздар, өйткені тігісіңіз, машинаңыз, лапыңыз қисық кетіп қалған жағдайда, мына ұшы сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сол кезде қарқара құрағыңыздың сәні кетіп қалады, қисық кетеді. Бұл енді мен сіздерге бұл құрақты түгелмен басынан аяғынан көрсетпей ақ қояйын. Өйткені менің каналыма кірсеңіздер, каналда осы құрақтың тігілу әдісі бар. Мен қазір жоғарыға сіздерге ссылкасын қойып кетемін. Сол ссылкадан көріп аласыздар. Мінекей қайырған кезде бұрышы дәл осындай сызықтың ортасына түсу керек. Енді бірінші қатар мен сіздерге бір көрсетіп өтейін. Сосын қалғанын жаңа менің каналымда қарқара құрақтың тігілу әдісі деген не бар? Видеом бар, шағын видео. Соған кірсеңіздер, осы құрақтың тігілу әдісі анық көрсетілген болатын. Жанда қайталанып, уақыттарыңызды алмайын деп жатқаным, қарқара құрақтың тігу білетін кісілер болса, уақытысын алмайын деген әдісім. Осылай артқа қарай тігесіздер. Бұл жерде де басынан кейінде ғана бір рет тігесіздер, одан кейін есебін ыңғай келсе, инені жіптен ажыратпай тіккендеріңіз абзал. Өйткені бұл жастық шынтаққа салынады. Шынтаққа салынғаннан кейін үйкелет, машинкаға салынып жолады. Сол кезде мына біздің атласымыз сөгіліп кетпеу керек. Ұмытпайсыздар, атлас тігілген кезде лапканың қадамы 2-ге басылып тігілу керек. Артқа қарай жүріп өтесіздер, қиып аласыздар. Енді екінші қатарын бір көрсетіп өтейін. Екінші қатарында дәл сол әдіспен ортаға қоясыздар. Жоғарғы 3 бұрышпен ортасындағы 3 бұрыш біріне бір түйісіп тұру керек. Кетіп қалмау керек. Кетіп қалған жағдайда құрақтарыңыздың түрі кетіп қалады. Сосын лентаның бәрі, матаның бәрі түгі төмен қарап жату керек. Барлық жерде қиғашынан болсын, лентаны ұстаған кезде төмен қарап ұстайсыздар. Мінекей мынау екінші қатары.
Енді осындай болады. Лап қарқара құрағымыз ұзындығы 42, ені бұл жерде 12 сантиметр болып шығу керек. 12 сантиметр болып шықты. Ұзындығы 42. Так, ені 12 болды, ұзындығы 42. Осыған құрағымыз бізде 12 сантиметр шықты. Енді астына 21 сантиметр өлшеп аламыз, үстіңгі бетіне 10 сантиметр өлшеп аласыздар. Бұл жерде де түгіне барлығына бірыңғай қарайсыздар. Матаның түгі бір келкі жату керек. Әйтпесе бояуы түсі өзгеше болып шығып кетеді. Сондықтан матаның жатқан жатысына да тігісіне де мән беріп қарайсыздар. Енді осыны ұзынан біріне бірін бірігіп тігіп кетесіздер. Қарқара құрағын қарасаңыздар, астының барлығы үзбей тігілген. Жоғарыда мен сіздерге көрсетіп қоямын. Солған кіріп, қарқара құрағының тігілу әдісін толық көріп алуларыңызға болады. Жектерін тіккен кезде бір-екі рет алдыға артқа тігіп алғандарыңыз абзал болды. Міне осындай бет жағы осылай болды. Тағы да өлшеп алайық. Міне осы жерде 42 болып тұр. Түгін алдыңғы жағында, артқы жағында түгі бір келкі болып тұру керек. Егер баста тіккен кезде, құрақты бірін-біріне біріктіріп тіккен кезіңізде түгіңіз төмен қарап тұрса, арты да сондай болу керек. Жоғары қарап тұрса, арт жағы да солай болу керек. Мына екі қиған жерімізді, бұны арт жағын 42 қылып ала беріңіздер. Өйткені кішкентай қайырылған жері, мына замок керек бізге, әрине мынандай замок аламыз. Осындай замоктың көлеміне кетеді, сантиметр осыған кетеді, сондықтан ол арты онша қысқара қоймайды. Замок тігілу әдісін мен сіздерге, онда да алдыңғы видеомда жастыққа тіккенім бар, көрпешеге тіккенім бар. Тігілу әдісі толық көрсетілген. Замок тігуді де соны да жастық тіккенде қалай тіккенін онда сізге ссылкасын қойып кетемін. Міндетті түрде екі шетін теріс айналдырып аласыздар да. Собачка деп жатамыз, соны теріс айналдырып қайтадан өзіне кигізесіздер. Тіккен кезде басы шығып кетпес үшін. Кері осындай болады. Енді екі бұрышын, екі шетін тегістеп қиып жібересіздер да, екі шетін көмкеріп тігіп аласыздар. Мінекей, осындай болады. Шетін инемен қадап аласыздар. Примерно 7-8 сантиметр, екі шетінен 8 сантиметрдей көлемінде екі шетінен тігіп жібересіздер. Мына дәл осындай тігіп аласыздар да. Замоктың басын инеге қадап, бір тігіп өтесіздер. Арнайы бір аяқты лапка болады, сонымен тігесіздер. Мына осындай болып шықты арт жағы.
Жегіне осындай ұзын лента, ленталарыңыз қысқа болса, осы ортасын өйстіп қосып бір тігіп жіберулеріңізге болады. Жегіне лента тігеміз. Лента ол кәдімгі ені 3 сантиметр, ұзындығы мына жалпағымен кете береді. Мынау аяғына айналып келем дегенше ұзындығы кете береді. Жегіне тігу әдісін қазір көрсетіп өтейін. Қайырлатын бұрышынан сәл алып барып тігесіздер, бастайсыздар. Сосын тіккен кезде бастаған шеттің лентаның шетіне алмайсыздар. Сәл 4-5 миллиметрдей ішке қарай тігесіздер. Ішке қарай кіріп барып тігесіздер. Сол кезде қосқан кезде білінбей кетеді. Алдына шамалы өйстіп, көмкеріп, қолмен қайырып отырасыздар. Енді жіп үзгіш болады, жіп үзгішпен де жасауға болады, бірақ мен мына велюр сәл қалыңдау мата болғаннан кейін көнбей тұр. Бұлайынша шыт сәтен маталарға ол көне береді. Бамбук маталарға қайыра берге болады жіп үзгішпен. Ал мынандай осы жерде мен ыңғай келсе қолмен қайырғанды жөн көріп отырмын. Сондықтан өйстіп жаймен қайырып отырасыздар. Шамалы ғана қадам алып отырасыздар. Осылай жаймен көріп отырасыздар, осылай қайырасыздар. Енді мен бұны сіздерге сәл көрсетім кірейін, өйткені жегі қайырылған менде видео жоқ екен. Видеода жегіне осындай қайырып лента тіккенім мен видео салмаппын. Сондықтан осыны жаймен көріп алыңыздар. Қолымен жаймен қайырасыздар. Егер қолыңызбен икеміз ыңғайсыздау болса, кәдімгі вилка дейді, шанышқы деп жатады, вилкамен 2 тісіне кіргізіп айналдырып отырсаңыздар да болады. Осылай тігіп отырасыздар. Осындай болды. Жектеріні бәрі осылай әдемі желбір шықты. Астарына, замок салған бетін астарына саламыз. Желбірдің барлығын ішіне қарай қайырасыздар. Ішіне қарай қайырып тігесіздер. Үстіне астарын қоясыздар. Өстіп айналдырып аласыздар, өздеріңізге ыңғайлығып. Шетінен бастап инемен түйреп өтесіздер. Шетінен басынан аяғынан түйреп өтесіздер. Инелеріңіз болмаған жағдайда көктеп алуға да болады. Әйтпесе мынау тура шықпайды. Велюр жылшып кететін мата, сондықтан тура шықпайды. Лапкының бойымен отырып, жаймен тартып отырып, шетін тігесіздер. 4 бұрышын доғалғып қиып тігесіздер. Артық тұрған маталардың, қиындыларын қиып тастайсыздар. Болғаннан кейін оң айналдырып аласыздар. Мінекей осындай жастық тыс болды. Артқы беті мынау, енді мынау алдыңғы беті осындай әдемі жастық тыс болды. Енді мен оныған жастықтың ішіне мынандай тіс тігіп алдым, қалдық маталардан. Оған маған 350-400 грамдай халафайбер саламыз осыған. Мен енді өлшегенім жоқ, бірақ негізі осындай жастықтарға мен 350-400 грамдай саламын. Өте нығызғып, тығызғып салудың керек жоқ бұған. Сәл бостау қыласыздар, бірақ қолдарыңызбен бұрыш-бұрышына, шетіне кәдімгідей тегізіп, шетіне ған бәрін
толықтыруға тырысасыздар, өйткені томпиып әр жері әртүрлі болып қалады холофайбер. Сондықтан осындай әдемі ғып салсаңыздар теп-тегіс болады. Ортасынан алып қалған жерін, жәймен мына жерін осыны көктеп алуларыңызға болады, немесе машинаға шетінен жүргізіп алуларыңызға болады. Мынандай ғып енді үстіне кигізесіздер. Жастықтың бұрышына, бәрін бұрыш-бұрышына қолдарыңызбен келтіріп нығыздап саласыздар. Жастығыңыз ыңғайсыз болмас үшін бұрышына келтіріп барлығын, ішін, тысына әдемі аласыздар. Замогын салып, мінекей осындай әдемі жастық болды. Осындай жастықты тігіп, сыйлыққа да беруге болады. Құдаларға, құдағайларға, құда шақырғанда туған күнге сыйлық жасауға болады. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Әрине, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Серікгүл Медетбайқызы. Қош сау болыңыздар.